Бізде всегда түн. Блять, скелет. Давай, может, қазбай-ақ қояйық. Алмаз! Что? Откуда? Кем? Чем? Блять, что? Блядь! Емеко, блядь! Сними броню, Алик. Саламағалейкум. Неге? Короче, достар, видео түсірмегенге, блять, 3 сериядан кейін, короче, көп уақыт өтті. Біздер дамып кеттік, сендер жоқта. Еще, короче, біз сендерге барын көрсетеміз, короче. Зико, давай себе экскурсовод. Баста бірінші қайда барамыз, бірінші не көрсетеміз? Бірінші Зиконың үйін көрсетеміз, алда өтеміз. Короче, Зико өзі үй тар болып кетті, көт істемей жатыр. Өзіне жаңа үй жасап алды, давай қараңдар ал. Номерін... Номер заттарым шығыға. Мен ашқан жоқпын. Вот, Зикода, короче, дохуя заттар бар, одан қараңдар. Ода, короче, еще екінші этаж бар. Просто балкон. Заведующий. Я еще собираюсь сделать подвал. А, да, еще и Зико, не начишь историяңды. Идің туралы. Бля, мына долбоёбтар. Почему сразу кішкене не әдемі басташиш? Мына жаман адамдар. Ага. Мен итімді ұрып, сосын мен итім оларға, короче, сет жынданды, сосын олар вагонетқа отырғызып алса итті. Сосын деген мен сол итті, өзімнің итімді вагонетканы жайлап алайын десем, вагонетті сындырып жатыр, и случайно итке тиіп өзім өлтіріп жатыр. О, короче, мен оқыңдар мүмкін. Вот дәл осы жерде өлді. Вот міне. Собака Зико, земля ему пузом. Так, енді екінші келесі нәрсе айтамыз. Арсен үйін қараңдар ол, короче, уже. Үйін, Арсен, блядь, мында кейші. Тұра тұршы, я брейк делаю. Ладно, да, районды көрсетем онда. Біздер, короче, 3 серияда көрдіңдер, жительдерді әрең алып келдік мына деревня. Әрине, это понятно. И, короче, 2 жительдан мына жерге көшірдік. Арсен уже районда әдемілетіп жатыр. Өшер алып келдік, бірінші 2 житель болды, оларға нам бердік. И, короче, содан кейін балдар өсіп жатыр, мені қараңдар бізде житель. Фермер бар жительдерден. Так, мынау біз... Блять, что, Арсен, мында не болып жатыр? Мені, короче, біздің 2 жұмысшы емес, короче, безработный. Мынау Арсеннің прям фаворитный, любимый несі. Қараңдар, лучник житель. Прям бай ұқсап, 3 блок изумруд алған өзінен аңғара бай адам нахуй. Мында картограф, ол скучно уже. Короче, мынау бізде район, жительдер өздері тұру үшін зомби тиіспейді, ешкім тиіспейді. Короче, өздері рақаттап өмір сүреді. Арсен, сен үйінді көрсет. Зико үйін көрсетті ғой. Менің үйім міне ал. Мынау Арсеннің үйі, қараңдар оның үйі. Кірпіштен жасалған. Егер сұрасам, неге Арсен үйін кірпіштен жасап жатыр деп сұрасаңдар, не, 3 шошқа туралы ертеген еске түсіріңдер. Стенадан үй жасаған үйді үр жіберді, тастан жасаған үйді үр жіберді, ал кірпіштің үйі самый крепкий. Добы, қайда тас, ана ағаш қой. Мында бізде еще этот тростник, там поляна бар. Бұл менің полянам, короче. Тростник жинап, кітап жасаймын. Али, что? Я Зику поймал, Али. Көріп тұрып. Он теперь моя рыба. Вот үлкі ұйықтап жатыр. Мына, короче, Арсеннің тесігі. Ол өзінің шын тесігін не өлшеп, размерін жасап, болса тесік жасап. Короче, біздің деревнямыз жақсарып кетір. Барлық дамып кетір, анда стена 2 уровень. Где, короче, цель готовиться к аванпосту? А, я житель... Зика аванпост тапты, короче. Я уточку нашел. Что? Қайсы биш? Биш менде балға олай. Вот. Балға олай менде. Окей. Бля, почти бүч шыққан. Мама. О, сидір воды. Блять, мен балым тиіп жоқ. Кімде свет бар? О, балық. А, достар, еще мен айтып ұмытып кеттім. Міне мен, короче, итім бар енді. Майнкрафт куплю на. Арсен, көтін қысшы. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. О! Өзімнің жақын досым найкадан қойып тұр емес. Верный, короче. Мен ешқашан тастамайды, мен кроватьмен ешқашан кетпейді. Арсен, сенде бирка бар дедің ғой, бирканы бейші. А, блядь, бізде наковальня жоқ екен. Так, что я хотел? Еда обязательно.
Еда опять. Мне еда нормально пока. Еда. А, сенде шахты Еда. собираетесь? Да. Да. Сен барасың ба? Мен пока ағашты напишу. Ведро воды обязательно. Так, екі железный кирка жасап алдым ал. Булыжники. Что еще? Скажи. Я готов. Бля, мен күші үшін. Қалаларында тілеймін. Бля, рахмет Арсен. Всё, так, подожди. Тоқта, мен итіме тамақ беремін. Ана бәрін жасап алайын. Молодец, иті молодец, үйді қорғап отыр. Вот мына екеуі сияқты емес, иті молодец. Зеконың мысығына ет берем, Аликтің етіне мысық берем. Что? Что? Ал, Зико екеуміз кеттік шахтаға. Арсен, тілек тілеші. Ұйықтап аламын. Бір жақсы бір тілек айтшы. Өлілерді тілеймін, Рахмет. толтырып алмас таппаңдар, бір алмас табыңдар. Все, әумин. Как раз бір алмаз бізге жетпей тұр ғой, да, Зико? Бля, щит стол керек ети ебаный. Блядь, менде тоже щит жоқ қой. Ладно, қазір бір желез тауып аламын да. Да, қай жаққа барамыз, Зико, давай. Я пошел. О, редстоун. Золото. Золото? Да. Қайсы, қайда? Міне. Қайда? Так, подожди. Қайда? Міне, мен тұрмын. Ну, вообще-то железо. Не утратился. Кет, короче. Желез все равно керек маған. Мен ала беремін. Зико, асықпаш. Что еще делать? Біздер тек дайындалу керекпіз сол неге? Ұйықтаңдаршы. Рейдқа. Да. Сен дегенде мен бүкіл жителі прокачать етім бар. Прокачать дейді қойшы біздер жоқты реально. Тут зомби с палкой. Бля, железо тұр ғой мында. Золото, ура, Амогус. Тут у меня страшно, Алик. Бір штук. Зико, күтші енді. Қайда асықпатсың сен вообще? Лазурит. Алик, заебал, жешь? Кстати, Арсен уже лазурит тапқан бір рет. Мне там. Не лысый. Алмаз! Чё? Алик, заебал, жешь? Мне там. Не лысый. Алмаз! Чё? Бұда ешқандай жол жоқ. Астына бар, бля, Алик без айттым, астына жүрген. Блядь, Зико, қайдасың? Ой, бля. Вот. Всё, давай, всё. Еще қайда алмаздарың? Это, бірден алмасатын шығар, всё. О, как раз киркаға жетеді сенде. Арсен, сен айтқан тілегің орындалды. Нет, маленький зомби. Щитпен тұр. Алло. О, аны өлтірген. Өлтір. Мы маленького зомби убили. Ура! Достар, біз айтуға ұмытып кеттік, Арсен айтып жүрсіз ол? Не, қой туралы. Я кетем, не қал. Ферманы айтып шешенді. Я. Бізде, короче, жительдер открывать жетпей жатыр, поэтому олардың фермасын жасап жатыр. И как, Зико? Стой. Давай, может, қазбай-ақ қояқ? Алмаз! Өлеңден ал. Охуеть, кетті қаза берейін. Ладно, қаза бер. Қарсы ештеңе демеймін, ладно. Мен пытаюсь жан-жандарына қазып қарауға, бірақ все равно мен дым таппадым. Маған похуй, я пойду покупать колу. А не, я старый добуду. Мы кирканы на нуле просто. істейміз сосын. Сосын ары барамыз. Енді Подожди, я скрафчу. верстак керек па? Менде бар. Кеттік шығайық. Арсен, Зико. Менде вот постоянно өмір бойы мұндай сұрақ болды туындады, да? Біздер сүтті не сиырдан аламыз, да? Оны білеміз. Но сүтті біздер сүт екенін сразу түсінген жоқпыз ғой. Ол үшін бірінші сол сиырдың несін вот сол кезде вот сұрақ туындап тұр, да, типа? Бірінші адам бірінші рет сиырмен не істейін деп жатты солай. Типа ол вообще өз оймен не істейін деп жатты сиырмен. Ну типа ол сүт сразу солай алынатынын білген жоқ қой. Сен факел болып На жүрсің? дворе ночь. Бізде всегда түн. Блять, скелет. Кто такой Ким Чен? Ким Чен Ын. Все. Лук түсті, прикинь. Погнали сюда. Қайда? Сендер қашан кейін етсіңдер? Где-то при книге. Игорь, вообще сәттілік болса. Ой, там длина. Че? Там длинная. Не, жап. О, железо!
Железо выпало. Ну, даже. Ой, ну. Блядь, Зику шошытпаш. Оп. Молодец, блядь! Бля, уголь табу керек. Бля, реально уголь жоқ қой мына біздер қай жаққа барсақ та. Так, Зику енді қай жақпен барамыз жоғарыға? Домой барамыз, домой басып көреміз. Менде тым бағалы заттар жатыр қалтамда. Мне очень мало. Мне екі алмаз. Вот именно үйге бару керекпіз. Қалай, қайдан? Так, біздер осыған қалай түстік бірінші? Похуй жүре беріп. Хуй не сюжет. На холодный банный кончик жоқ. Бастай факты. Екі алды менде тек мал. Алмаз, еб! Біреуін мен алам. Мал. Ура! Мен айттым ғой, осылай жүрейік, осылай жүрейік. Вот мен жүрсем. Екінші алмаз де. Үш алмаз болды осы жерде, короче. Я удивляюсь тому, что вы все еще не сдохли. Я тоже. Да, на. Бля, ең қорқынышты нәрсе істеп жатырмын бар ғой мен лаваның қасында жүрмін. Прям, для вас миллиметр. О, Алик, мы выходим, нет. Ладно, похуй, мен бітеп істеймін лаваны, маған бәрі. Нет, Алик. Қайдан атып жатыр? Я Вообще. вижу скелеты. А, все, көріп тұрмын. У меня нет факела. Менде тоже, давай. Похуй. Давай кетші скелетті өлтіруге. Я могу сделать вот так. Чему да заебал? Лучше... Все. Блядь, я улетел. Блядь. Кто? Откуда? Кем? Чем? Блядь, что? Блядь! Нет. Закрывайся. Ко. Гоп, Томми, меня X-Ray кутов. Там крипер, блядь! Что? Меня деревянный кепка. Анда верстак жатыр. Кепка, кажется, кепка. Мораю. Чё это там, блядь, горит? Оно редстоун факел, ма? Это я сделал. Алик, Нет, зомби какой-то слишком умный, пошел ник, нахуй. покажи, Алик, ник. О, Алик, мы тебя видим! Алик, ты очень близко. Нет меня факел, я забрал вещи. Ура! Где факел? Факел, давай, факел. Или ағаш, или бірдеңе, похуй. Верстак. Где все мои вещи? Я забрал. Арсенде, Арсенде. О, вот алмаз. О, Алик, Жо, мен факел жасамаймын. не, выход не кем ғой, жақында екен ғой. Давай кеткен сол выходқа. Ура! Все, Ура! выбрались. Ура! Да! Ура! Әйтеуір деденсайд емес. Ура, домой. Ну и дома. И... Блядь, ұйықтайықшы сразу. Таң атсын нахуй. Это был долгий путь. Мы готовы, короче, к конкурсу. Нет. Короче, ждите следующую серию. Вот, кстати, это наш особенный блок «Розовая терракота».